Жеңіс командасының жанкүйерлері, міне біздің естіп отқан барабанымыз осы екен ғой. Бағанадан бері бір 10-15 жанкүйер келіпті Астанадан. Жетіпті. Жалпы кезінде Жеңістің жанкүйерлері жеткілікті болатын. Жеңіс болып тұрған кезінде, ел чемпионатында өнер көрсетіп, ел біріншілігінде жеңіске жетіп, Еврокубокқа шығып жүрген кездерде. Сол біздің елдің атынан чемпиондар лигасында ойнаған тұңғыш команда дәл осы Жеңіс болғанын да білеміз. Және кейін дағдарысқа ұшырап, банкрот болып, бұл команда жабылды, бұдан бірінші лигаға қосылды. Әйтеуір сол команданы қалыптастырды, сол Жеңіске қатысы бар жігіттер. Ал Астана футбол клубын көпке дейін астаналық жанкүйерлер қабылдамады. Легион деген жанкүйерлерін білесіздер, Жеңіс футбол клубының. Сол кезде кәдімгі бүгінгі егер Жеңіс командасы тарқап кетпегенде, сол кездегі елорданың басшылығы, Астананың басшылары, қазақ футболының жетекші саласында жүрген жоқ жерден Астанаға бір команда құрып, шатаспасам Мегаспорт пен Локомотивті біріктірді ғой деймін. Міне сол командалар біріктірмей Жеңіс командасын одан әрі дамытып, сол Жеңісті Астана аренаға көшіргенде, қазір Легион деген жанкүйерлер тобы сол 13-ші сектордей болып, елдегі ең мықты фан қозғалыс болмаса да, соған жете қабыл деңгейде болатын еді, менің ойым. Өйткені сол кездерде Астана қаласында кәдімгідей жанкүйерлік бір топ қалыптасқан болатын. Оны өз басым талай көрдім. 2011 жылдан бері сол Астанадан тұрғыны болдым. Және сол кезде бірінші лигада жүрген Жеңістің жанкүйерлері Астананың жанкүйерлерінен әлдеқайда көп болатын. Ендеше міне сол Жеңістің жанкүйерлерінің қазір мен Қарағандыдағы стадионнан бой көрсеткеніне қарап қуанып тұрмын. Және осы бір сөзді, осы бір Легион туралы ойды қозғауыма сол себепші болды.